Келесі енді көрермендердің сауалдарына кезек берейік. Алғашқы сұрақ сізге оқып берейін. Мен соңғы 12 айда мәмс жарналарын төледім дейді. Мәртебем сақтандырылған. Енді алдағы жылға да жарна төлеуім керек пе, әлде оларды ай сайын төлей аламын ба дейді. Данияр есімді көрерменіміз. Ондай сұрақтарды жиі келіп тұрады. Адам соңғы 12 айға төлеп қойды. Яғни ол қазір сақтандыру мәртебесіне сақтандырылған. Енді ол кісі мәртебені жалғастыру үшін бір жылдан кейін өзіне тиімді әдісті пайдаланып, ай сайын ба, 90 сайын ба, жүйелі түрде төлеу міндетті. Осы жерде айтып өтейін, бір жылдан кейін алдыңғы 12 айға, яғни бір жылға пациент төлеп қойды. Яғни ол бір жыл бойы медициналық қызметтерге қол жеткізе алады. Бір жылдан кейін мемлекет оған 3 ай мерзім береді. Яғни оның 3 ай сақтандыру мәртебесі сақталады. Сондықтан да оны ештеңені ескермей, міндетті түрде бір жылдан кейінді мәміске жарна төлеуі міндетті. Яғни өткен 12 ай толық төленген болса, әр айы ол азамат өзі таңдай алады, ай сайын үзбей төлей алады, немесе бір жылға да төлеп тастайды.